Мына министрлік, сендер сол жаңа артистердің сойылын соғып жүрсіздер. Фонограмма тоқтату керек. Айтысты жанды дауыспен айтамыз, жырды жанды дауыспен айтамыз, ал жаңағы өлең айтуға келген уақытта оларға техникалық көмек керек екен. Мен түсінбеймін жұмыс тобының әріптестеріме. Неге біз сол министрліктің айтқан уәжіне қарай кейін қарай шегіне береміз? То оларға техникалық мүмкіндік жоқ, тағы бірдеңе жоқ деп. Олардың проблемасы ол. Алсын, олардың бәрі деген бай. Сол жаңағы өлең айтып жүргендердің бәрі. Әрқайсысын тойға шақырса, бәленбай $1000 ақша төлейсің. Бір аппаратты алып қою оларға проблема емес абсолютно. Звук режиссерлар да бар олардың. Әрқайсысы деген бір жерге баратын болса, маңдай тізім жасайды. Билетін алып беруің керек. Бизнес-класспен шығу керек. Олардың деген райдерлер бар өздерінің. Анан ішпеймін, мынан ішпеймін деген. Енді келіп фонограммамен өлең айтамыз дейді. Мына жанды дауыс болмағаннан кейін екінің бірі қазір әнші болып жүр.